Баршаңызға сәлем. Міне бүгін арықтау марафонымыздың 5-ші күні де боп қалыпты. Бүгінгі ПП ас мәзірімізде таңғы асқа ірімшік пен овсяна блин, түскі асқа ПП борщ және кешкі асқа ПП хачапури. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге пайдалы ас дайындаңыздар. Бүгін бізде таңғы асқа ірімшік пен овсяна блин. Овсяна блиннің толық дайындалу жөнінде видео менің арнамда бар. Жоғарыға сілтемесін қалдырып кетемін. Сол жерден көріп алуларыңызға болады. Түскі асқа ПП борщ дайындаймыз. Борщ дайындауды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, дегенмен де видеода көрсетіп жіберейін. Алдымен ыдысымызға сары майды ертіп алып, үстіне пиязды уақтап турап, қуырып аламыз. Содан соң сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізді және қызылшаны салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Картобымызды турап дайындап қоямыз. Қырық қабатымызды да уақтап турап дайындап ыдысқа салып қоямыз. Қуырылған сәбізіміз бен қызылшаның үстіне картопты және 40 қабатты салып, үстіне майсыз сорпа немесе су құйып, дайын болғанша газге қойып пісіріп аламыз. Дайын сорпаны 320 грамм өлшеп ыдысқа құйып аламыз. Үстіне ас көк сеуіп, лимон қосып, 1 шай қасық қаймақ қосып, 1 дана қара нанмен ұсынамыз. Кешкі асқа ПП хачапури мен кез келген көкөніс салатын дайындаймыз. Ыдысымызға 250 грамм сүзбе, 2 ас қасық қаймақ, 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, 3 ас қасық күріш ұнын және 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырып, сүзбелі қамыр илейміз. Сүзбемізді 2 бөлікке бөліп, хачапурилерді пішіндейміз. Сүзбені пергамент қағазына салып, қайықша, сопақша тәріздес формаға қасықпен немесе қолыңызбен келтіріп аласыз. 2 хачапуриді де дәл солай жасап шығасыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Осы аралықта ірімшігімізді күштен өткізіп, дайындап, піскен хачапурилердің үстіне орналастырамыз. Және ірімшігіміз ерігенше қайтадан пешке 10 минутқа жібереміз. 10 минуттан соң хачапурилерді алып, үстіне бір-бір жұмыртқадан құйып, қайтадан пешке жұмыртқаның ағы піскенше салып пісіріп аламыз. Міне кешкі асқа хачапурилер де дайын болды. Қасына кез келген көкөніс салатын жасап, кешкі асқа бірге пайдаланасыз. Түске дейінгі және түстен кейінгі 2 перекусқа кез келген 1 дана көкөніс, 1 дана жеміс, немесе 150 грамм сүзбе, ірімшік, айран ішуге болады. Күніне шамамен 2 литрдей су ішкен жөн. Тамақ ішердің алдында 30 минут бұрын, тамақтан соң 40-50 минуттан кейін су ішкен дұрыс. Өйткені су майларды ыдыратуға жақсы көмектеседі. Және күніне
кем дегенде 10 000 қадам жүруге тырысыңыз. Басқа жаттығулар жасамасаңыз да, осы 10 000 қадамды міндетті түрде орындаңыз. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, алдағы видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліңіздер. Сіздермен болған Гүлнұр, назарларыңызға рахмет.